Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қуырылған пельмен дайындайтын боламыз. Яғни түшпара өте дәмді болып келеді. Әсіресе хрустящий болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Әсіресе той дастарханы столын ашады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызға жылы суымызды құйып, үстінен тұзымызды салып, ерітілген сары майымызды салып, оның үстінен бір жұмыртқамызды салып, бәрін біркелкі етіп араластырып аламыз. Бұның үстінен жарты чайная ложка дрожжімізді салып, және де жарты чайная ложка разрыхитель салып, қамыр егетін боламыз. Міне достар, біздің қамырымызды елеп болдық. Енді бетін жауып 1 сағатқа тындырып қоямыз. Ол аралықта картошкамызды пісіріп аламыз. Міне біздің картошкамыз пісті. Енді жақсылап езіп аламыз. Табамызға майымызды құйып, майымыз қызғаннан кейін пиязымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Міне біздің пияздарымыз өлді, қуырылып. Енді осының үстінен езілген картошкаларымызды салып, қуырып аламыз. Өйткені дәм береді, өте ерекше болып. Бәрін жақсылап араластырып, біркелкі қуыру керек. Міне біздің қамырымыз дайын болды, 1 сағат өтті. Енді қамырымызды жайып аламыз. Достар, қамырымызды жайған кезде өте жұқа немесе өте қалың жайып қоймаймыз, өйткені біздің пельмендеріміз дұрыс шықпай қалады. Тура 5 бармақтың қамырына жайғандай, сол қалыпта, сол жұқалықта жаятын боламыз. Көзбен өлшеп кесіп аламыз. Үлкендігін өздеріңіз қалағандарыңыздай, ортасынан бастап осылай тізіп жайып шығамыз. Пельмендерімізді жаймендеп түйіп шығатын боламыз. Осылай жабыстырған кезде екі шетін міндетті түрде қысып жабыстырыңыздар, өйткені майға қуырылған кезде екі шеті ашылып, әдемі көрінбейді. Міне біздің майымыз қызып тұр. Енді жақсылап қуырып алатын боламыз қызарғанша.
Міне достар, біздің қуырылған пельмендеріміз дайын. Өте хрустящий болып шығады. Әсіресе той дастархандарына арналған рецепт бұл. Міндетті түрде жасап, қонақтарыңызды күтсеңіздер болады. Егер де видеом сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.